Қанішер, әруақ, жын сайтандар. Айналаңызда осындай қорқынышты кейіпке енген адамдарды жолықтырсаңыз, қорықпағаныңыз жөн. Бұл Хэллоуин мерекесінің бір нышаны. Әр ұлт пен халықтың өзіне тән төл мерекесі бар. Мәселен, қазақ халқының Наурыз мерекесі, ал христиандықтардың Рождествосы секілді. Міне бүгін Туран университетінің студенттері де дәл осындай қорқынышты кейіпке еніп, Хэллоуин мерекесін тойлап жатыр. Қазанның 30 қарашасы күні Туран университетінің белсенді студенттері ақш пен Канаданың соңынан еріп, бүгінде мәні мен мағынасын көбісі түсіне бермейтін Хэллоуин пұтқа табыну мерекесін атап өтті. Хэллоуиннің түп тамыры Британия мен Ирландия елдерін мекендеген ежелгі кельттердің заманында пайда болған. Батыс елдерінде Рождестводан кейінгі халық жаппай тойлайтын ұлы мерекелердің де бірі осы Хэллоуин. Олардың ойынша бұл күні мазасыз аруақтар мен сиқырлы тіршілік иелер біздің әлемімізге өтеді. Сондықтан да олар әруақтар сияқты киініп алып, арғы дүниеден келетін тылсым күштерді тыныштандыру үшін осындай қорқынышты кейіпке енеді екен. Мен әшейін өтіп баратқанын көрдім, барлығы боянған. Негізінде ол мұсылмандардың несі емес, мейрам емес. Бұны тойлаудың да қажеті жоқ сияқты, өйткені біз батыстан үлгі алмауымыз керек. Біз өзіміздің менталитетімізді дұрыстап алуымыз керек. Жеке баспен қарсы емеспін, бірақ білем, что үлкендердің қарсы екенін. Ол бір жағынан дұрыс деп ойлаймын. Себебі біздің мейрам емес, расына келген кезде қазақтарға жат нәрсе. Дегенмен қазіргі жастарға қолайлы, қазіргі жастардың қалайтын дүниесі. Себебі біз дамып келе жатқан, қалай айтамыз, қызықты, көп қызықтайтын жастар болғандықтан, менің ойымша жастарға қызық. Дегенмен үлкендер үшін қарсылық тудыратындай дүние. Турандағы белсенді студенттердің ұйымдастырылуымен аталып өткен бұл мерекеде жастар түрлі образда киім үлгілерін киіп, бет әлпеттерін түрлі түске бояды. Мәселен, Пила, Джокер, Невеста, тағда басқа қорқынышты фильмдердің көрінісі сынды кейіпкерлер де болды. Жыл сайын университетімізде аталып өтетін бұл мейрамда мерекелік жәрмеңке, қызықты ойындар, көңіл көтерер квест және кешкі кинокөрсетілімдер де болды. Сондықтан 2019 жылдың Хэллоуині де жастардың көңілінен шығып, керемет дәрежеде аталып өтті. Ну, как можно заметить по моему лицу, здесь очень-очень жарко. И это не потому, что здесь температура высокая, а потому что костюмы классные. Сегодня у меня образ сбежавшей невесты. Мне сделали предложение на праздник Хэллоуин в университете Туран. К этому празднику мы готовились очень долго и очень усердно. Мне сделали грим. Здесь став, команда Старков, организация. Девочка Айжан, спасибо ей большое. И скоро начнется интересное, самые квесты, фильмы будут показывать. И сегодня я, как в роли актрисы, буду пугать всех студентов. Я считаю, что Хэллоуин очень интересный и неординарный праздник, где каждый может выразиться своим интересным, необычным гримом. Свой, например, я рисовала сегодня сама минут 40. Это было очень интересно. Шет елдердің мерекелеріне көңіліміз ауып, еліктеуіміздің арқасында өзге елдің таңсығын тойлаймыз деп, өз еліміздің ұлттық дүниелерін ұмытпағанымыз жөн. Сіздермен бірге болған мен, Мунира Амирова, Құралай Жандырбекова, арнайы Туран Channel үшін.